Қайырлы күн, құрметті Тіл Альянсы YouTube арнасының көрермендері. Өздеріңізге белгілі, облысымызда мемлекеттік тіл саясаты бойынша жұмыстар тұрақты түрде жалғасын табуда. Осы орайда өткен аптада атқарылған шараларды назарларыңызға ұсынамыз. Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының жанынан құрылған Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заң талаптарының сақталуына мониторинг жүргізу тобының өкілдері халыққа қызмет көрсететін бірнеше мекемелерді аралады. Топ құрамында Павлодар облыстық мәслихатының депутаттары мен Жебе қоғамдық бірлестігінің өкілдері болды. Топ өкілдері Павлодар қаласындағы Қазақтелеком және Қазақстан Халық банкі акционерлік қоғамы облыстық филиалдарын, Павлодар қонақ үйін аралап, екі тілде қызмет көрсету сапасына, көрнекі ақпараттарда тіл туралы заң талаптарының сақталуына назар аударды. Сондай-ақ мониторинг топтың өкілдері барлық мекеме басшыларымен осы мәселеге қатысты түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Өз кезегінде қызмет көрсету мекемелерінің өкілдері қысқа уақытта анықталған кемшіліктерді түзетуге сөз берді. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының тіл туралы және тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңдардың талаптары жазылған жадынамалар мен қазақ тілін тегін үйренуге арналған QR коды бар плакаттар таратылды. Аталған мониторинг топтың жұмысы алдағы уақытта да жалғасын табады. Торайғыров университетінің профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Зейнуллина Айман Файзоллақызы облыстық халық радиосында өңіріміздегі мемлекеттік тіл мәселесі бойынша сұхбат беріп, өз ойымен бөлісті. Облыстық «Звезда Приртыши» газетінде кезекті «Изучаем казахский язык» айдары жарияланды. Халықаралық қазақ тілі қоғамы облыстық филиалының және Қазақстан журналистер одағының мүшесі Балтабай Ғалия Құсайынқызының қатысуымен ертіс мәдениеті парақшасында онлайн сұхбат өткізілді. Құрметті көрермендер, аталған шаралар алдағы уақытта да жүйелі түрде атқарылатын болады. Тіл Альянсы YouTube арнасына жазылып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.